Алматы облысы Алакөл ауданы. Шарал қазақ гимназиясы мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 6 сынып, 1-90. Қазақстан тарихы. Пән мұғалімі Қанапиянова Толқын Дәулетовна. Суреттерден не көріп тұрсыңдар? Суреттерде қандай үдеріс сипатталған? Суретті бір сөзбен қалай атауға болар еді? Бұл көшіп қону туралы, яғни миграция туралы өтетін боламыз. Миграция дегеніміз не? Не себепті адамдар бір елді мекеннен екінші өңірге қоныстанады? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түркі әлемінің қалыптаса бастауы. Зерттеу сұрағы: түркі тілдес халықтардың миграциясы Евразия тарихына қаншалықты әсерін тигізді? Оқу мақсаты: тарихи оқиғалардың өзара байланысын табу арқылы түркі тілдес тайпалардың миграциясын түсіндіру. Түркі тілдес тайпаларды атап, олардың картада территориясын орналасуын көрсету. Миграция дегеніміз не? Не себепті адамдар бір елді мекеннен екінші өңірге қоныстанады? Миграция үшін қандай себептер болады? Осы сұрақтарға жауап беру үшін бейне жазбаға назар аударамыз. Миграция дегеніміз не? Миграция адамдардың бір аумақтың шекарасынан өтіп, сол жаңа жерде ұзақ уақытқа немесе бір жолата қоныс тебу процесі. Түркітанушы Лев Гумилев ұлы қоныс аудару этностардың өмір сүруге неғұрлым қолайлы жерлерді іздеп, қолайсыз аймақтардан кетуі деген сипаттама берген. Түркі тілдес халықтар миграциясының себебі не? Біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының орта тұсында ғұндардың солтүстік Монғолиядан Әмударияның төменгі ағысына дейінгі жерлерді басып алуы этногенетикалық құбылыстардың жаңа кезеңі болды. Осы уақыттан бастап түркі, үйсін, қаңлы, қыпшақтардың ұрпақтары жедел араласып, түркі тілі басым тілге айналды. Түркілер миграциясынан кейін қазақ жерінде түрік қағанаты құрылды. Түрік қағанатының территориясы шығыста Алтайдан бастап, батыста Каспий теңізіне дейінгі аралықты алып жатты. Түркілердің Алтай тауларынан Еуразия жеріне қоныс аударуының саяси, экономикалық, демографиялық және мәдени себептері болды. Біріншіден, мал басының көбеюінен жаңа жайылым жерлердің қажеттігі туындады. Екіншіден, түркілер тәуелсіз мемлекет құруды мақсат етті. Үшіншіден, Қазақстанның оңтүстігі арқылы Ұлы Жібек жолы өтетіндіктен Жібек жолына иелік етуге ұмтылды. Төртіншіден, түркілер миграция барысында жергілікті халықпен араласып, тілі, жазуы өзгеріске ұшырады. Діни ғұрыптарында тәңірге, ата-баба аруағына табыну орын алды. Миграцияның Еуразия тарихына әсері қандай болды? Түркілер шығыс пен батыстың керуен жолдарын, тауарлар саудасын бақылауға мүмкіндік алды. Византиямен тікелей жібек саудасын жүргізді. Орта ғасырлардағы маңызды экономикалық үдерістер тікелей Ұлы Жібек жолы арқылы жүзеге асырылды. Түркілер сол жолдың көп бөлігіне ие болды және жібек саудасынан зор пайда тапты. Оғыздардың Киев Русімен одақтасуы сауда-экономикалық мүдделерден туындады. Киев Русіндегі көпестер үшін шығыс елдерінің бай базарларына жол ашылса, оғыздар үшін Дон, Қара теңіз маңындағы далалар мен мал жайылымдары қажет болды. Миграцияның нәтижесі қандай болды? Тайпа аралық байланыстардың нәтижесінде болашақ түркі ұлттары қалыптасты. Көптеген халықтар ассимиляцияға ұшырап, түр сипаты мен тілінде өзгеріс орнады. Оғыздардың құрамында түркі тілдес тайпалармен қатар үнді еуропалық және фин-угор жаңа этностар пайда болды. Моңғол тектес бет-пішін басым болды. Қыпшақтардың батысқа жылжуы Еуропа, Венгрия, Болгария халқының этникалық жағына ықпалын тигізді. Халықтардың миграциясы. Латынша мигратио, көші-қон, қоныс аудару, адамдардың қандайда бір аймақтың шекарасынан өтіп, ұзақ уақытқа немесе бір жолата қоныс тебу процесі. Миграция жасайтын адамдарды мигранттар деп атайды. Мемлекеттік шекарасынан тыс көшкен тұлғаларды эмигранттар деп атайды. Ал сол елге қоныстанған тұлғаларды эмигранттар деп атайды.
Түркілер миграциясынан кейін Қазақстан жерінде түркі қағанаты құрылды. Кейіннен жерімізде батыс түрік, түркеш, қарлық, оғыз, қима қағанаттары өмір сүрді. Түркештер 6 ғасырдан бастап Іле-Шу аралығында мекендеді. Үстемдіктері күшейіп, бағынышты тайпалар саны артты. Қарлықтар 8 ғасырда Қашқарияны басып алып, аумағы кеңейді. Жабуа атанған жоғарғы билеушісі Қаған атағын алды. Атақты билеушілері 20 мыңға дейін әскер жинай алатын болды. Оғыздар салық жинау жүйесі күшті дамыды. Олар Киев князімен әскери одақ құрды. Қыпшақтарда жоғарғы билеушісі жеке көшпелі шаруашылығын нығайту және саяси үстемдікті орнатуға ерекше көңіл бөлді. Қоныстанған аймақтарда тіл жағынан түркілену үдерісі жүрді. Қоныс аудару мәдениетте де әсерін тигізді. Ұлы жібек жолы тек сауда ғана емес, мәдени, дінаралық, саяси байланыс жолы болып табылды. Ал батысқа жылжудың мақсаты бір, яғни сауда жолына үстемдік ету. Ұлы жібек жолы бойында қалалар пайда болды. Осы алынған мәліметтерге арқа сүйеніп, тапсырманы орындайық. Түркі халықтарының қоныстануының себептері көрсетілген карточкалар бойынша топтастырыңыз. Карточкаларының мазмұнымен танысып, кестеге сәйкес орналастырыңыз. Мұнда бала қараңдар, кестеде саяси, экономикалық, демографиялық, миграция себептері көрсетілген. Және бала қараңдар, мұнда 9 мәлімет берілген. Мұнда балар, біз білеміз, енді мұна номерларын орналастырамыз. Сонымен, міне бізде осылай орналасу керек. Саяси себептеріне 2, 6, 8 мәлімет жатады. Экономикалық себептерге 3, 4, 5, 7, демографиялық себептерге 1, 9. Үй тапсырмасы. Қазіргі әлемдегі түркілердің рөлі тақырыбында шағын эссе. 50-60 сөз.